Қадірлі ағайын, ардақты туыстар, қадірменді қонақтар. Бүгін біз өмірін адал еңбекке, отбасына және еліне қызмет етуге арнаған аяулы әкеміз Асқар тауымыз Көбеев Қадыр Махметұлының жарқын бейнесін еске алып отырмыз. Көбеев Қадыр Махметұлы 1948 жылдың 8 мамырында Батыс Қазақстан облысы бұрынғы Фурман ауданының Ақбатер ауылында дүниеге келген. Қызылғырт Соба мырза әулетінің перзенті. Әкесі Махмет, анасы Утия. 6 ағайынның тұңғыштарының бірі болып өсіп, бауырлары Светлана, Қадыр, Мәншүк, Мәлік және Әлиямен бірге өнегелі отбасының тәрбиесін көрді. Мектепті туған ауылына тамамдап, 1966 жылы Батыс Қазақстан университетінің механика факультетінің оқуға түседі. 1971 жылы жоғары оқу орнын сәтті аяқтап, еңбек жолын жолнама бойынша Қарағанды ауыл шаруашылығы техникумында мұғалім болып бастайды. 2 жыл жас ұрпаққа білім беріп, кейін туған жері Ақбатерге оралып, инженер-механика қызметін атқарды. 1974 жылы шаңырақ көтеріп, өмірлік серігі Шаған әжемізбен бірге берекелі де бақытты отбасының негізін қалады. Ұрпағын тәрбиелеуді өміріндегі ең үлкен бақыты санады. Артында 5 ұл мен 1 қыз қалдырды. Олар Хайдар, Қайрат, Сейтжан, Бауыржан, Мендігүл және Кенжебек. Балаларына адалдықты, еңбек сүйгіштікті, үлкенге құрмет пен кішіге ізеттілікті бойына сіңіріп өсірді. Еңбек жолында өз ісінің білікті маманы ретінде ел сеніміне ие болды. Ауыл шаруашылығы басқармасының жолдамасымен Қараөзенде қойма меңгерушісі болып еңбек етті. 1975 жылы жаңадан құрылған Сарқұдық совхозына бас инженер қызметіне тағайындалды. Кейін Тасқала ауданындағы Красный Маяк совхозында машина трактор шеберханасының меңгерушісі әрі бас инженер болып қызмет атқарады. 1990 жылы Уральск водострой басқармасының жолдамасымен Степной қосалқы шаруашылығында бас инженер болып еңбек етіп, сол жерден құрметті зейнет демалысына шықты. Қадыр Махметұлы қай жерде қызмет атқарса да, адал еңбегімен, жауапкершілігімен және адамгершілігімен көпшіліктің құрметіне бөленді. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де ел жұрттың сыйласы болып, Өркен ауылының қадірлі ақсақалдарының бірі атанды. Ақылын айтып, батасын беріп, айналасына әрдайым қамқорлыққа танытатын жан болды. Ол тек өз балаларына ғана емес, бүкіл әулеттің тірегі еді. Барлық немере мен жиендері оны ерекше құрметтеп, ата деп атайтын. Оның мейірімі мен қамқорлығы әрбірінің жүрегінде мәңгі сақталады. Бүгін біз асыл азаматтың рухына тағзым етіп, оның өнегелі өмір жолын, адал еңбегін және артында қалдырған асыл мұрасын ризашылықпен еске аламыз. Оның тәрбиесін көрген ұрпағы мен жақсылығын көрген жандар үшін есімі әрдайым құрметпен аталады. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, иманыңыз жолдас, жаныңыз жәннатты болсын. Рухыңыз шат болсын, Асқар тауымыз. Сіздің жарқын бейнеңіз, өнегелі өміріңіз бен ақ баталарыңыз біздің жүрегімізге мәңгі сақталады.